Исин Амантай Исаұлы, тарих ғылымдарының кандидаты, Семейдегі Шәкәрім атындағы университеттің профессоры. Енді мен мұнда сарайшыққа 3-ші рет келіп отырмын. 18 жылы болдым, Ноғай халқына күндер өткенде, 19 жылы болдым халықаралық конференция өткенде. Енді биылғы басқосу, биылғы конференция, биылғы шара ерекше. Ол өте кең көлемде өткізілді. Ол енді көрсетеді, мына Сарайшық қаласының ортағасырлық сарайшықтың маңызын, тарихи. Осы өлкенің тарихының өте құндылығын, сосын назардың аударылғандығын, мемлекеттің де қазір көзқарасы бар. Бұл өлкеге қатысты, өлкенің тарихына қатысты. Және мұның бәрі қабаттасып, сол Алтын Орда мемлекетінің, ұлы империяның даладағы 700 жылдығына байланысты ұйымдастырылып отыр. Кең көлемде ұйымдастырылды. Сарайшық музейі ғана емес, өткізіліп әкімдік құрылымдар салысып, осы үлкен халықаралық конференцияның өтуіне олар себепкер болды деп айтамыз. Енді мұндағы басты дүние Сарайшық қаласының өзінің орны. Тарихтағы орны үлкен екенін қазір бәріне әйгілі. Осы жолы қазба жұмыс орындарымен таныстық.